Бала күнімде ән байқауына барғанымда біздерге ол жақта бағалы сыйлықтар береді. Ең жақсы айтқан адамға жақсы сыйлық береді деп қызықтыратын. Содан бірінші орын алдым. Бірінші орын алғанда кішкентай самауырынды маған сыйға тартты. Сол кішкентай самауырынды үйге алып кірген кезде әкем маған: болды, жолың болады, самауырын байлық берекенің, ынтымақ ырыстың белгісі. Енді сен бір керемет адам боласың деп маған арымдап, бала көңілімді көтеріп, кәдімгідей қолдау көрсеткесін самауырынды қатты жақсы көріп кеттім. Сол самауырын міне қасымда. 5-ші класстан бері қаншама жыл өтсе де әке-шешемнің үйінде тұр. Күндердің күнінде үлкен қыз болғанымда ауырдым. Ауырған кезде мен бәлен ай тамаққа дұрыс тәбетім болмаған. Анам қасымда отырып: тамақ ішпедің сен қанша айдан бері, ішетінің қара су деп жалынып тамақ береді. Барлық тамақтың дәмі кетіп қалған. Тіпті нанды аузыма салсам, жанармайдың дәмі келеді. Бір күні қатты ұйықтап жатып, ем-семіз көзіме, көз алдыма бір нәрсе елестеді. Баяғы кішкентай кезімдегі 5-ші сыныптағы самауырынымнан шай ішіп отыр екем. Бірақ самауырынның сыртындағы суретін өзім салыппын. Бір жағында өзімнің суретім бар екен. Сол самауырыннан терілеп шай ішіп отыр екем. Содан оянып: апа, шай ішем дедім. Ол құлыным, шай ішсең, онда енді тамақты да ішетін боласың деп, сол күні кәдімгідей буын бұрқыратып, сүт құйып, шешем шай берді. Сосын: апа, маған бұндай шай ұнамайды, самауырыннан ішем дедім. Сосын Лаура деген апам отты жағып, самауырынды қайнатып, самауырыннан шай берді. Содан кейін мен кәдімгідей тамаққа тәбетім ашылып, жазыла бастадым. Енді әрине ылғи самауырындарға қарап, өтіп бара жатқан кезде, көрген кезде кәдімгідей жақсылыққа жорып, өзім бір қияли адаммын. Кез келген нәрседен жақсылық іздейтін, ырым тыйымдарға қатты мән беретін. Кез келген кезде самауырын қайнап жатса, мен жақсылыққа деп жорим. Соның ішінде самауырын байлықтың белгісі. Қазақ еліне самауырынды бейболыстар, дәулетті жандар, көп отбасын, ағайын туыстың барлығын жинап, дастарханға жиып барлығын шай беретін болған. Шай деген екі адамның бір-бірімен тіл табысып, іштегі сырын ақтару үшін ішілетін бір керемет процесс. Бұл жай ғана шай ішу емес, мен оны терапия деп те атаймын. Сондықтан шай ішудің барысында адам жұтқыннан бір нәрсе өткеннен кейін ішіндегі сырыңды да ақтара аласың. Мен шай мен самауырынды бір-бірінен айырғым да келмейді. Шай тек қана самауырынмен қайнағанын қалаймын. Самауырынды алғаш рет ең бірінші рет жүлдеп алды ғой. Сонда самауырдың үстінде форформа самауырдың макеті, үстінде шай құятын, шай салып пісіретін аққұманы бар. Сондай құралды алған. Сосын жерде соған ойы сол жеңісінің нәтижесі болу керек. Шамасы қазір сол самауырынның сыртына өзінің суретін салып, жалпы бұл бала күнінен сурет салу, жалпы өнердің қай түрде де қолдары жатық болып келді. Білімге де жақсы, әртүрлі өнер саласында да барлығында. Міне соның арқасы болу керек. Қазір мінекей енді сол самауырынның сыртына қазақтың ой өрнектерді салып, сосын жерде соны елге таратудың несін талабында жүр екен. Ал талабыңды шырағып Алланың қарсын енді мінекей. Бұл енді самауырын деген нәрсенің өзі халықтың мынау арасындағы бар адамның, бай адамдардың ұстайтын құралы болып есептелінеді. Және тағы бұл қазақ мақалы бар ғой, шай ішсем көңілім жай деген, сол айтқан. Бұл адамның көңілін жайландырып, адамға сондай жақсы қуат беретін сондай нәрсе.
әуелден өзі шай құям деп бәрімізге отырғызып шай құйып беретін еді кішкентай күнінде. Сосын мына үйдің жұмысына өте жақсы болды. Бірінші жаңағы базарға баратын осы кісі еді. Саудаға жақын көріп, себебі біздің жаңағы соң кісі жерге сүйретіп жүріп дүкеннен барып біздерге тамақ әкеліп беретін еді. Сонда көршілерім айтатын еді, Тамара сөмкісін көтере алмай келатыр, сендер не салдырып жатсыңыз деп. Тамараны жаңағы дүкенге жұмсайсыңыз деп ұрсатын еді. Сонда сол Тамара сөмкісін арқалап дүкеннен бізге тамақ әкеліп беріп, соны ішіп отыратын едік бала күнінде. Самауырынды қолына алып, сол самауырынға суретін салып, қазір кәсібін бастап жатыр екен. Ал енді қарақтарым, самауырының самғай берсін, талабың дами берсін. Алла Тамара саған алтыннан тақ берсін, бармақтай бақ берсін, талмайтын қанат берсін, таусылмайтын талап берсін. Алланың нұры жаусын, патшаның ықыласы аусын, еліңнің ерке қыз болып самауырындай самғай бер. Алла тілекті қабыл болсын. Мен самаурынды барлық жағынан зерттеуге тырыстым. Қалай жасалатынын, неден жасалатынын, қандай пайдасы бар екенін, самаурында қайнаған судың ерекшелігі қандай екен, барлығын зерттедім. Алғашқыда самаурын бұл мыстан және жезден жасалған екен. Оның ерекшелігі ол ғасырдан ғасырға атадан балаға мұра болып қалуына мүмкіндік бар екен. Себебі жезде, мыста ол тозбайтын металл, сондықтан бұны арнайы шеберлер қолдан да жасаған екен. Арнайы өнеркәсіптерді араладым. Оның барлығындағы өзімше көкейімдегі жұмбақ сұрақтардың барлығына жауап таптым. Оның самаурында қайнаған судың ерекшелігін өзімше анықтадым. Арнайы мамандармен кездестім. Кездескен кезімде маған айтқандары, жезден мыстан жасалған самаурында қайнаған судың ерекшелігі ол 98 градуста қайнайды екен. 98 градуста қайнаған су адам ағзасына ең пайдалы жұмсақ су екен. Оны pH деп атайды екен. Химиялық элемент бойынша бұл ағзаға өте пайдасы зор су болып есептеледі. Сондықтан бұның барлық жағынан зерттегенде, мен қаншама мұражайды аралағанымда 17-ші ғасырдағы самаурындар өзінің сырын да бермей, сынын да бермей әлі күнге дейін сақталған. Самаурын егер бүгін өзімнің балама сыйға тартатын болсам, баламның баласының баласы қолдануына мүмкіндік бар. Шоқ самаурында, тоқ самаурында қазіргі дамыған жаһандану заманында оның өзіндік мықтылықтарын қоса беруге болады деп есептеймін. Сонымен бірге мен керамикадан, фарфордан жасалатын самаурындардың барлығын қалай жасалатынын, қалай қолданысқа түсетінін барлығын анықтадым. Барлық жағынан мені бұл кәсіп өте қатты қызықтыруда, әлі де қызықтырады деп есептеймін. Әрбір шаңырақта бұндай барлық жағынан пайдалы, әрі атадан балаға мұра болып қалатын ыдыс болуы тиіс деп есептедім. Мен теңіздің қызымын ғой, бала күнімде ылғи тал түсте күн төбеге шыққан кезде бізді ұйықтататын. Сол ұйықтаудан бәріміз қашатын едік. Ұйықтайтын кезде жататын төсегіміздің астына жастық саламыз да өзіміз терезеден теңізге қашып кетеміз. Теңізге қашып алып, сағат 5-тің кезінде кемпірлер жиналып шай ішеді. Самаурынның түтінін бұрқыратып. Кәдімгідей сол самаурынның түтіні бұрқыраған кезде тау-теңіз жақтан біз қараймыз. Бүкіл ауылдың кемпірлері жиналып 5-тің шайын іше бастағанда біз ауылға қарай таса-тасаны аралап қайтатынбыз. Сонда мен ойлайтынмын ғой, самаурын бұл барлық адамды достастыратын ыдыс. Менің бала күнімнен қалыптасқан ойым, самаурыны бар үй бір-бірімен дос болады. Самаурын қайнаса бүкіл ауыл бір-бірімен дос болады. Самаурыны бар үйдің адамдар бір-бірін қатты жақсы көреді деген менде іште бір қалыптасқан ой бар. Ішкі менің қалыпты ойым
самаурыны бар үй ғана жақсы тұрады бір-бірімен деген менде ой болатын. Сол ой шығар мені жетелеген. Мен бүкіл әлемдегі самаурындардың мұражайын араладым. Кішкентай самаурыннан бастап, бүкіл теңіздің суы сиятындай самаурынды көргім келіп армандайтынмын. Сол арманыма қазір жеттім. Мен қазір самаурынның түр-түрін көрдім. Мен самаурынның түр-түрінің сыртына сурет салып, үйреніп жүрмін, салып та жүрмін. Сондықтан мен оған қарай берем. Таңертең оянғанда самаурын бірінші барып көзімді ашқаннан самаурынымды қосам, және үйге кіргенде бірінші самаурынды қосам. Сондықтан мен үшін бұл жалпы әңгіме самаурын болғанымен, егер психологтардың тілімен айтатын болсақ, бұл бірлік берекені, ынтымақ достықты, жақсылықты тілсіз санасымен де, тілді санасымен де армандайтын адамның кейпі шығар деп есептеймін. Сондықтан самаурынымыз қайнай берсін, дастарханымыз жайнай берсін. Барлық адамдар бір-бірін самаурын шайға шақырып, реніштерін шайып, жұбаныштарымен бір-бірін жұбатып, бір самаурын шай жиынға да кіргізіп, бір самаурын шай жиыннан да шығарады деп жүре берейік. Алланың өзі оңдағай, оң жолына бастағай, әулием бекет, ата-баба қолдағай. Деннің саулығын бергей, бастың амандығын бергей. Көздеген мақсатыңа жетіп, тілегін қабыл болғай. Аллаху акбар.